Лунтик – миллиондаған балалардың сүйікті кейіпкері. Ол бізге достық пен мейірімділікті үйретеді, бірақ бұл мейірімді күлкінің артында не жасырылғанын білгіңіз келе ме? Интернетте Лунтик туралы қараңғы теориялар мен қорқынышты қауесеттер айтылып жүр. Бүгін біз соның бәрін зерттеп сіздерге ашық айтамыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерекең ғой YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Лунтик мультфильмінің қорқынышты ащы шындығын және де сол туралы шыққан өте бір қорқынышты ойын туралы ащы шындықтарды айтып беретін боламын. Арнаға видео салмағалы көп уақыт болды, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Ал ендеше бүгінгі Лунтик мультфильмінің қорқынышты ащы шындығын соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны шертуді ұмытпаймыз. Ал енді көп созбай видеомызды бастаймыз. Ең алдымен достар, сіздерге Лунтик мультфильмінің шығу тарихын айтып кетсем. Лунтиктің шығу тарихы мен алғашқы қауесеттер. Лунтик алғаш рет 2006 жылы экранға шықты. Оның ерекше келбеті алғашында көпшілікті қуантты. Бірақ біраз уақыттан соң интернетте Лунтиктің жаратылыс табиғаты туралы сұрақтар туындай бастады. Кейбіреулер Лунтик айдағы жұмбақ тіршілік иесіне негізделген дейді. 1969 жылы айға қонған ғарышкерлердің түсініксіз дыбыстары мен пішіндері көрген туралы мәліметтер бар. Лунтик дәл сол оқиғалардан шабыт алған деген теориялар шыққан екен. Сондай-ақ мультфильм авторларының Лунтикті ерекше және түсініксіз етіп жасау идеясы шынайы оқиғалардан алынған болуы мүмкін деп санайды. Мультфильмнің жасырын мағынасы мультфильмде алғашқы көргенде байқалмайтын жасырын мағыналар бар деген теориялар бар. Мысал айта кетсек, құмырсқалар еңбекке мәжбүрлеудің символы. Олар бүкіл серияда басты кейіпкерлерді басқаруға тырысады. Шырын жинайтын аралар болса қарапайым жұмысшылар, бірақ олардың әрқашан агрессия сезіледі. Ал Лунтик болса бөтен әлемнен келген жұмбақ жаратылыс ретінде көрсетіледі. Осы жасырын мағыналарды кейбір көрермендер ерекше байқап мультфильмге сыни көзқараспен қарайды. Лунтик бұл балаларға арналған мультфильм емес, ол терең философияға толы деп айтатындар да бар екен. Қауіпті ойын туралы деректерді айта кетсек, интернетте шайтан Лунтик деп аталатын ойын пайда болды деген қауесет тарады. Бұл ойынның басты мақсаты Лунтикке мүлдем жаңа қорқынышты бейне беру. Ойынның сюжетін айта кететін болсам, Лунтик мейірімді кейіпкерлердің біртіндеп жаман кейіпкерге айнала бастайды. Оның күлкісі болса қорқынышты айқайға ауысады, ал экранда жұмбақ дыбыстар мен дыбысты хабарламалар пайда болады. Ойын барысында кейбір пайдаланушылар компьютерлердің өздігінен істен шыққанын немесе шектен тыс қателіктер болғанын байқаған екен. Кейбір блогерлер бұл ойын туралы видео түсіріп, оның қорқынышты әсерін көрсеткен екен. Бірақ ойынның шығу тегі әлі күнге дейін белгісіз. Оны мен тауып сіздерге бүгін айтып кететін боламын. Жоғалған эпизодтар туралы қауесет интернетте Лунтик мультфильмінде көрсетілмеген эпизодтар бар деген қауесеттер тараған екен. Жоғалған эпизодтардың бірі Лунтиктің жалғыз қалып түсініксіз дыбыстарды естігені туралы. Бұл эпизодта кейіпкерлердің дауыстары бұрмаланған, ал музыка болса өте қараңғы және қорқынышты. Кейбіреулердің айтуынша бұл эпизод 2007 жылы көрсетілген, бірақ кейін теледидардан алынып тасталған екен. Эпизодта Лунтик балалардың күміс күлкісінен естігенде қатты жылаған, ал бұл көрініс көпшіліктің есінде қалыпты. Достар, Лунтик мультфильмінің бірі білсе, бірі білмес. Сол себепті мен де сіздерге сол мультфильмнің қорқынышты теориясын ашып бердім. Ендігі кезекте осы мультфильм туралы өте бір қорқынышты ойын шыққан еді. Ол ойын туралы кейбір ютуберлер мен блогерлерді түсіріп бастаған. Алайда осы ойын туралы сіздерге толық мағлұмат айта кетсем. Лунтик туралы шыққан ойынның атауы Monster X деп аталады. Оны сіздерде компьютер арқылы ойнасаңыздар болады. Monster X ойынына арналған қосымша қорқынышты фактілерді сіздерге айтып берсем. Ойынның тыйым салынған версиясы. Monster X ойынның кейбір версиялары интернетке шектеусіз таралған, бірақ оларды жүктеу қауіпті. Белгісіз хакерлер бұл файлдарға вирустар енгізіп, ойыншылардың деректерін ұрлайтыны туралы қауесеттер бар. Ал кейбір адамдар ойынды жүктегеннен кейін компьютерлерінің өздігінен қайта іске қосылғанын айтқан. Екіншіден, шынайы оқиғаға негізделген бе? Ойынның артындағы аңызға қарағанда, бұл жоба 2000 жылдарда Лунтик мультфильмінің жасаушылар арасында болған даулы оқиғадан басталған екен. Олардың бірі мультфильмді балаларға арналмаған өте шынайы және қараңғы нұсқада жасамақ болған екен. Бірақ бұл идея тыйым салынған. Сол себепті Monster X сол алғашқы концепцияны көрсетеді деген сөздер таралған. Үшіншіден, ойын кезінде естілетін дыбыстар. Кейбір деңгейлерде сіз Лунтиктің сыбырын ести аласыз. Ай бәрін біледі, мен қайтып келдім деген сөздер фондық дыбыстарда жасырылған. Көпшілік бұл дыбыстар ойыншылардың назарын бұзып, қорқыныш тудыратынына сенімді. Төртіншіден, жасырын деңгей.
Monzi X ойынның кейбір ойыншылары белгілі бір комбинация арқылы жасырын деңгейлерге кіргенін мәлімдеген. Бұл деңгейлерде лунтикті мүлдем жаңа формада көруге болады. Оның денесі шіріген, ал көзі тіпті қараңғыда да жарқырайды. Ойынның бұл бөлігі аяқталмай қалған сияқты әсер қалдырады. Өйткені кейбір текстуралар мен дыбыстар түсініксіз әрі шала. Бесіншіден, ойыншылардың таңғаларлық тәжірибесі. Monzi X ойнаған бірнеше адам таңғаларлық оқиғаларды бастан өткергенін айтқан. Бір ойыншы түнгі сағат 3-те ойынды ойнап отырған кезде, экран кенеттен қараңғы болып, мен сені бақылап тұрмын деген жазу пайда болған екен. Тағы бір ойыншының айтуынша, ойын кезінде бөлмесіндегі шам өздігінен сөніп қалған екен. Алтыншыдан, лунтиктің шынайы бейнесі. Ойындағы лунтик ол тек кейіпкер емес, ойынның басты зұлымдығы. Оның қорқынышты формасы мультфильмде кездеспейтін бейне, көзі қанға толғандай, ал тістері өткір және үлкен. Қолданушылар оның мұндай кейіпке енуінің себебін айдың қарғысы деген теориямен түсіндіреді. Жетіншіден, ойынның соңындағы құпия жазу. Monzi X ойынын аяқтаған ойыншылар соңында құпия жазуды көреді. Ай әлі бақылауда, бұл жазудың мәні ешкімге түсініксіз, бірақ бұл сөздер ойынға жасырын оқиға бар екенін көрсетеді. Сегізіншіден, аниматордың жұмбақ жоғалуы. Monzi X ойынын жасаған топ туралы ақпарат өте аз, бірақ қауесет бойынша осы жобаның басты аниматоры ойынды аяқтағаннан кейін жоғалып кеткен. Оның жоғалуы әлі күнге дейін шешілмеген құпия. Ата-аналар ескертуі. Кейбір ата-аналар Monzi X ойынын балалар ойнап көргеннен кейін оларда мазасыздық пен қорқыныш пайда болғанын айтқан. Бұл ойын тек қорқынышты ғана емес, кейде шынайы өмірге кері әсер етуі мүмкін деп саналады. Ал достар, мүмкін бұл қарапайым ойын ғана шығар, ал мүмкін біз әлі түсінбеген терең әрі қараңғы тарихтың бір бөлігі болар. Бірақ бір анығы, лунтик ойыны әркімді қорқыныш пен белгісіздік әлеміне тартып әкетеді. Ал сіз бұл ойынды ойнауға дайынсыз ба?